түрік пиццасын бірге жасаймыз. Маған жылы сүт қажет болады, және де оған құрғақ ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламын. Қант қосамын. Жақсылап барлығын араластырып аламын, және біраз қасық ұн қосып, барлығын жақсылап араластырамын да жылы жерге көтерілуге қоямын. Бұл бізде апары. Енді апарымыз көтерілгенше мен салмаларымды барлығын 4 бұрыш етіп, осындай формада барлығын кесіп аламын. Апарым көтерілді, 10-15 минут жылы жерге қойдым. Енді қамырын дайындаймын. Ең алдымен апарымды салып алдым. Одан кейін 150 грамм жылы айран және де ертілген сары май қосамын. Жақсылап араластырып аламын. Бір жұмыртқа жақсылап араластырып аламын. Және тұз қосамын. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Енді еліктен өткізе отырып, ұн қосамын. Кішкене бөліктерден ұн қосып отырып, жұмсақ қамыр илеймін. Менде 350 граммдай ұн кетті. Енді сіздер өздеріңіздің ұныңыздың сапасына қарайсыз. Менікіндей жұмсақ қамыр шығу керек. Мінекей менің қамырым дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Бір ас қасық сұйық майды құйып, қамырымызды көтерілуге қоямыз. Пищевой пленканы қойып, жылы жерге 1 сағаттай көтерілу керек. Мінекей достар, менің қамырым көтерілді. Өте керемет жіп жұмсақ болды. Енді мен шағын пиццаларымды жасауға кірісемін. Жұмыртқаның сарысы қажет болады бізге. Және де бір ас қасықтай сүт, екеуін бірге араластырып аламыз. Енді мен осы қамырды қолымды майлап алып, ыңғайлы болу үшін, сол кезде біздің қамырымыз қолға жабыспайды, кішкене бөліктерге бөліп аламын қамырымды. Осындай дөңгелекшелерге бөліп аламын. Мінекей достар, жаңағы дайындаған жұмыртқаның сарысына батырып аламын осылай қамырымды. Және де маған кунжут қажет болады. Осы кунжутқа салып аламын. Дәл видеодағыдай жасайсыз. Барлық қамырды осылай бірінші жұмыртқаның сарысына батырып аламыз, одан кейін кунжутқа. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа көтерілуге қоямыз тағы да. Мен қамырым көтерілді, енді мен осындай асты тіке стакан алып, ортасына осындай дөңгелек форма жасап шығамын. Және де ортасына салмамды салып шығамын. Салманы алдын ала дайындап алдым. Дайын болған пиццамызды 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Қызарғанша пісіресіздер. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан, пешіңіз әртүрлі болғандықтан, сізде 30-35 минутта пісу мүмкін. Мінекей менің керемет шағын түрік пиццам пісті. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Керемет болып шықты, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де алдағы уақытта қандай рецепт көргіңіз келеді, соны да жазып кетіңіздер достар. Сіздердің көңіліңізден шығуға тырысамын. Менің өте керемет пиццаларымды кесіп көріп жатырмын. Міне ортасы осындай болып, барлығы пісіп шықты, керемет болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.